Сұм дүние тонап жатыр ісің бар ма, баяғы күш, баяғы түсің бар ма? Алды үміт, арты өкініш, алдам шөмір, желігін жерге тықпас кісің бар ма? Дәмі қайтпас, бұзылмас тәттің бар ма? Бұл 5 күндік орын жоқ атты қарға. Қай қызығы татиды қой өмірдің, тату дарас жақынды жатқыларға. Ассалаумағалейкум, сөз қадір өз қадірім деп болатын Алталаш. Мәдениетіміздің негізі білім. Білімге тіл арқылы жетуге болады. Білімді жұрттардың тілі қашанда бай болады. Халел Досмұхамедұлы. Адамның жасына қарай емес, мәдениеттілігі мен біліміне қарай бағалауымыз керек. Уинстон Черчилль. Өркениет дегеніміз мәдениетті қоғам қалыптастыру депті. Джон Рискин. Байқағандарыңыздай, төрткүл дүниенің төрт бұрышы да білім мен мәдениетті қашанда бірінші орынға қойған. Ал бүгін біз нағыз білім мен мәдениет саласындағы үздік мемлекеттік дарын сыйлығының иегері Біржан Байту ағамызбен Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығы және Селкой халықаралық университетінің бірге қолға алған жастардың айтары бар жобасында сөз қоздырмақпыз. Қош келдіңіз ағам. Енді ақырын сұраққа көшейік. Жалпы өзіңіз Шымкент қаласында жалпы жастардың немесе республикамыздағы түрлі мәселелердің басқасында жүрген адамсыз. Мәдениетті сіз сияқты түсінетұғын жастардың өзі аз қазір. Енді алғаш сұрақ былай бастайық. Мәдениет министрі болсаңыз, алғашқы жұмысты неден бастар едіңіз? Жақсы. Сұрақтарыңыз үлкен екен, халықаралық болсын. Енді мәдениет министрі болып кетейін болмаса, бүгін ертең бола қалам деп ойланып көрмеген екенмін. Бірақ таңғы 9-да жұмысқа барудан бастаймын ғой деп әзілдеп жатырмын ғой. Жалпы мәдениет саласында жұмыс көп. Тіпті мәдениет министрі болмай-ақ, осы қалалық мәдениет басқармасының басшысы болған күннің өзінде де үлкен шаруалар көп-ақ. Мәдениет деген ол тек қана ән мен күй домбыра емес қой. Жастарымыздың мәдениетін, жалпы өмір сүру мәдениетін қалыптастыру жолында біраз жұмыс істеу керек. Біздің ұзаққа бармай қойшы мәдениет министрлігі деп. Осы қаламыздың өзінде біздің қаламыздың жастарының мәдениеті мәз. Ең құрығанда көшеде дұрыстап жүруді, ішкен коласы мен шеккен темекісінің тұқылын мусорға тастап білмейтін жастарымыз өте көп. Бірақ енді жайлап уақыт өте дұрысталып келе жатыр, оны да айтып өтуіміз керек. Сондықтан біз кейде бір мәдениет министрлігі дегенде дүркіретіп концерт өткізуді, болмаса аламан айтыс өткізуді, соны күшті өткізіпті, үйтіпті, бүйтіпті дегенге ғана қараймыз. Дұрыс, ол да жүйесімен жүру керек. Бірақ біз бір нәрсені науқанға айналдырамыз да. Әл-Фарабидің тойы ма бейіл өтеді, келесі жылы қалады. Абайдың тойы бейіл өтеді, келесі жылы қалады. Жоқ, олай болмау керек. Бәлкім енді ешкімді кінәламаймыз басшыларды. Бір публикаға ойнайтын бір сондай заман болып тұр да қазір. Бірдеңеңді көрсетіп жарқ ететін нәрсе іздейді адамдардың бәрі. Сен жарқ ететін нәрсе істемесең жұмыс істемегендей болып жүрген сияқты сезінеді. Сондықтан біздің басшыларымыз да публикаға ойнауға тырысады. Талап сондай. Бірақ публикаға ойнау болмаса публиканы дүр өткізетін бірдеңе істеу ешқандай мәселені түбімен шешпейді. Сондықтан егер жалпы атқарылатын жұмыстар көп. Кім біліпті? Түптің түбінде бәлкім осы мәдениет министрі болмай-ақ, осы мәдениет саласының бір бұрышында жүрсек, барынша жұмысты түбінен, мәселені түбінен қарап, жүйелі жасауға тырысатын едім. Бір нәрсе айтайыншы, мысалы, қай бір күні қала әкімімен кездескенде сұрақ қойдық. Біз оңтүстікте Сүгір, Момбек атамыз кешегі Шертбек үйдің отанымыз, бірақ Шертбек үйден бір күйші жоқ қазір. Неге? Өйткені оның мектебі жоқ. Оның основасы жоқ. Бабалар қалдырып кеткен мектеп бар жүйелі. Бірақ оны осы заманға лайықтап баяғыдай әркім бір ақсақалдың күй тартатын қасына жастарды жинап отыра бермейді ғой. Заманға лайықтап, оның жүйелі түрде жұмыс жасайды, мектебі жоқ. Бұл мәселені шешу үшін болашақта Сүгір аталарымыздың жолын жалғайтын Шертбек үйшілер шығу үшін не істеу керек? Оның мектебін қалыптастыру керек. Оған жан-жақтан бала жинап әкелу керек. Ол бір ғана емес, ондаған 20 жылдар бойы жұмыс істеп тұру керек, сол кезде одан шығады. Сол сияқты мәселені, бірақ бұл жұмыстар көрінбейді. Өйткені дүр өткізіп сен концерт өткізген жоқсың, басқа қылған жоқсың, қоғамға көрінбейді. Бірақ основа негізгі сапаға жұмыс істейтін осындай жүйелі түрде түбінен бастап істелінетін жұмыстар. Сондықтан егер мүмкіндік болып, ондай мүмкіндіктер туып жатса, барынша мәселені түбінен қарап, жүйелі және бір ұзақ уақытқа созылатындай нәтиже беретін деп істеуге тырысатын едім.
Жақсы. Жалпы қаламыздың жастары туралы диагноз екеуміз ортақ бір қалыптастырып алдық. Демек бұл қатты жақсы емес, жоғары дәрежедегі көрсеткіш емес, немесе қатты төмен дәрежедегі көрсеткіштерге ие емес. Орташа жалпы қалыпты жағдайда. Бірақ көтеруге тырысу керек. Енді осыдан екінші сұрақ туады. Жалпы мүмкін мәдениетсіздігіміздің немесе мәдениетті адамдардың қатарына жатпайтындығымыздың себебінен болар бәлкім. Қазірге бізде жалпы қылмыстың саны артты және қылмыс жасарып кетті. Оны әлеуметтік желіге бір кіріп шықсақ, кез келген адам толық түйсінуге болады. Мұның себебі не? Неге біздің қылмыс жасарып келе жатыр және көбеюге құмар? Енді мысалы қазір карантин жағдай болып жатыр ғой бүкіл елде, пандемия анау мынау деп. Өткенде бір осы қауіпсіздік саласында ДВД-да жұмыс істейтін бір танысымнан сұрадым. Бір не айтты маған? Бір ақпарат, факт. Таңғалдым. Қылмыс ұрлық әсіресе. Осы қалада қалта ұрлығы, сосын машиненің запчастилерін ұрлау, содан кейін үй ұрлығы, үйге ұрлық қатысу. Сол мәселелер осы карантин басталғалы бері 3-4 есеге төмендеп кетіпті. Бірден. Кәдімгі бұл факт дейді. Жұмыс таппай қалдық дейді. Соған қарап таңғалдым. Біз енді бәлкім бізге бір жаман ғой енді. Карантин, ана жаққа шықпайсың, мына жаққа шықпайсың, ел ауырып жатыр. Бірақ әр жаман істің бір қайырлы, пайдалы тұсы бар ма деп қалдым. Әрине. Сонда ұрлық азайды дейді кәдімгідей. 1-2 есе емес, 3-4 есеге төмендеп кетті дейді. Соны таңғаласың. Сондықтан ол ұрлықтың көбеюі, жасаруы да әртүрлі факторлар. Біріншіден бір мәселе, бәлкім осыдан 20-30 жыл бұрынғы қылмыстан гөрі қазір қылмыс көп емес шығар. Ол кезде көп нәрсе жасырын ұсталған да. Союздың кезінде әсіресе жабық мемлекет болды. Ақпарат, бүкіл ақпарат биліктің қолында болды. Ештеңе жарияға шықпайды. Цензура мықты болды. Иә, цензура мықты болды. Бір шетінен оның пайдасы бар. Өйткені педофил дегенді тағы не, қазір адам естіп көрмеген қылмыстардың түрін ол кезде халық білмейтін. Иә, ондай қылмыскерлер болатын, ол кезде педофилдер болған. Ол кезде де басқа да бір сондай ауыр қылмыстың жасайтын адамдар болған. Бірақ халыққа тарамаған. Неге? Ондай ақпараттар жарияға шықпайды. Қазір өкінішке орай қолымызда бәріміздің мынау тұр. Бүкіл адам ақпарат таратушы күшке ие, ал оған цензура жоқ, талап жоқ. Кез келген нәрсені халыққа көрсете берген соң жамандық шақырады, жақсылық шақырады. Ал қазір жақсылықтың насихаты күшті ма, жамандықтың насихаты күшті ма? Қараңызшы өзіңіз. Бір жерде өрт шығыпты, болмаса біреу зорлап кетіпті, бір жерде тонап кетіпті десе бүкіл қала шу ете қалады. Бір жерде Абай атамыздың өнегелері айтылыпты, жиналып бас қосыпты, келелі әңгіме болыпты десе кім тыңдайды оны? Сондықтан жамандықтың ақпараты күшті болып тұр, және ол жамандық шақыратын дәлелдеп тұр. Сондықтан қазір мен салыстырмалы түрде менің қолымда ондай факт жоқ. Бәлкім бұрынғыдан гөрі азайған шығар, бәлкім көбейген шығар. Егер көбейіп жатқан болса, оның себебі ашықтық. Кез келген нәрсені біз жаһанға жар салдық. Жақсы. Бұл ашықтықтың жаман тұсы ма, немесе ашықтық деген жаман ба? Әр нәрсенің екі тұсы бар. Пышақпен нан кесесіз, адам өлтіруге де болады. Дәл сол секілді ашықтық жақсы. Кейбір нәрселерді жаңағы жемқорлықты айтпауға болады. Бюрократияны, болмаса тағы не, диктатураны айтпауға болады. Бірақ ашықтықтың ең жаман жері осындай біздің келеңсіз, әр ұлттың бір жаман тұсы бар. Бүкіл ұлт тұтасымен жақсы, тұтасымен жаман емес. Біздің нашар тұсымызды айқындап көрсетіп беруге осы ашықтықтың зардабы өте. Немесе сауатсыз ашықтық деп алу керек сияқты. Бәлкім сондай бір елге бір қазір ашықтық дегенде бір тек бір жаңағы жемқорлықты айыптайтын жақсы тұсы ғана сияқты да. Бәлкім соны ара-жігін ажырату керек шығар. Мынандай бір жаман нәрсені айыптау, ашу, бұл кәдімгі жаңағы надан ашықтық па білмеймін, сондай бір атын қойып, ал дұрыс нәрсені ашықтау, ол бір жақсы ашықтық деген сияқты ма, бір осындай ара-жігін ажыратып алмасақ, біз қазір ашықтық деп, оның пайдасынан гөрі зиянына көбірек ұрынып жатырмыз. Бұның жаңа қылмыстың жасарып кетуі де, болмаса көбеюі де, мен осы кез келген нәрсені барды бар, жоқты жоқ, кім көрінген ақпарат тарата бергеннен көремін өз басым. Жақсы. Мәдениетті түсіндік. Енді келесі, кішкене үлкенірек аудиторияны қамтып көрейік аға. Әлем елдеріндегі Қазақстанның образы біртүрлі кейіпкеніп бара жатыр. Өз уақытында Саша Коэн Борат деген фильм шығарды. Өкінішке орай көрдік.
ақырын бір көздің жасын да сығып алдық, осындай ма едік деп. Тағы да шығардық, тағы да сол нәрсе қайталанды. Енді осыдан екі сұрақ туындайды аға. Бірі, біз соншалықты жуас халықпыз ба? Екіншісі, әлемдік аренадағы біздің мәдениетіміздің үлгісі қалай? Әлем бізді қалай танып жүр? Енді Борат бір қазақтың соры ғой енді. Бірақ жаңағы қара пиарда пиар дегендей, бірақ енді атың шықпаса жер деп шығарған аттың несі аты? Енді Боратқа қарсы не айтуға болады? Шықты, біз бір нәрсені білейікші. Біз кейде енді осы далада қазақтар өмір сүрген, өзіміз Алтын Орданың иесі сезінеміз. Бір кезде бабаларымыз Атиллалар анау қамшының ұшымен Римнің есігін қақты деп мақтанамыз ғой. Расында қақты. Мына шығыста Қытайлар ұлы қорған салды біздің бабаларымыздан қорқып деп. Иә, бабаларымыздың кезінде сондай екен. Бірақ біз ондай емеспіз. Біз қазір реалист болу керек. Қазақ атам мықты, бабам мықты дей бергеннен сен ешкім мықты деп мойындамайды. Әлемдік аренада қазақтың орны бар, бір қазақтың сұмдық айтса сөз өтетін бір мәдениетінің беделі қалыптасқан кезеңдегін айтамын. Біз 150 жыл орыстың қыспағынан шыққан, одан ары кетсе 300 жыл. Біздің халықтың 17 жылы әлхамдүлілlah 6 миллион қазақпыз деп айтты ғой кім? Әлихан атамыз. Бірақ жасырып аздау айтты дейді, 8 миллион қазақ болдық дейді сол кезде. Сол кезде түріктің өзі 8 миллион, ағылшындарыңыз 10 миллион, осы маңайда екен да. Қазір ағылшыныңыз 150 миллион, түркіңіз 80 миллион, ал біз бір кезде сондай үлкен ұлттармен санымыз тең болған қазақ, әлі сол 18 миллион маңайынан аса алмай жүрміз, оның 15 миллион ба қаншасы әлі жете алмай жүрміз. Сондықтан біздің 3-тен 2-мізді атқан, қырған, ең соңында алаш қайраткерлері мықтыларымыз түгіл, отбасында «Ей» деп баласын жұмсайтын, болмаса қатынына «Ей қатын шай қой» деп басын көтеріп айта алатын, сізбен біз сияқты жігіттерге дейін атып тастаған. Ауылда кәдімгі жігіттер, кеңдер деп жинайтын жігіттерге дейін түк қоймай атып тастаған. Репрессия жылдары 65 мың қазақ атылды. Қырғыздан 40 адам, өзбектен 7 адам, тәжіктен 1 адам атылды. Сонда репрессия кімге жасалды? Өзбекке, тәжікке ме, қазаққа ма? Әлбетте қазаққа жасалды. Өйткені қазақ деген осы бүкіл Азияны бүйтіп құшағына алып жатқан еді. Сондықтан ол атты қырды, 1 миллион 6 миллионнан 1 миллион 800 мыңымыз қалды. Одан қалған 41 жыл соғыс қайдады. Одан тағы алды 1 миллион 200 мыңымыз соғыс қайдады. Одан тағы 600 мың адам жоқ. 1 миллион 200 мың қалды. Содан былайша айтқанда біздің жаназамызды шығарып сыртымыздан өлігімізді көміп тастаған халық қой бір кезде. 40-50 жылдары қазақ деген халық болады деп спискіден сызып, әлемдік ұлттардың ішіне спискісінен сызып, жаназамызды шығарып, біздің мүрдемізді өртеп көміп тастаған негізінде. Бірақ Құдайдың құдіретімен, бәлкім бір бабаларымыздың діндарлығынан, тақуалығынан шығарып, аналарымыздың арын сақтағандығынан, бабаларымыздың нағыз жігітке тән мінезді болғандығынан шығарып, сол бір индисциплиналарды көрдіңіздер ма? Ана бір жаңағы бір жігіттерге талпа баяғы бала кезде көбетіне қорып тастап о суға ма бірдеңе лақтырып жібереді, содан өліп қапты деген кезде біреу тауып алып оны сөйтіп шала жансар болып әйтеуір тірі қалып кетіп кейін кек қайтаратын бір нелер болып жүрді. Сен қазақтың жағдайы сол сияқты. Біз кәдімгі өліп қалған, бұлар болды, бітті деп бізді көміп бүкіл ұлттарды әкеп қазақтың даласын ұлттардың свалкасы қылған ғой. Ингуш, шешен, Әзербайжан, түрік, өзбек, орыс кім бәрі. Енді содан қалған халық ең тәуелсіздігімізді алып бас көтерген кезде қазақтың әлемдік мәдениетте орны қандай деп қайтып айтасың ғой. Қандай орынды айтамыз біз? Біз Құдай сақтасын, қырғыз ұқсап бөлініп кетпей, өзбек ұқсап шет жаққа тентіреп кетпей, украин ұқсап мына солтүстігімізді беріп алмай, аман тұрғанымыз жетістік. Андай просто бір образға кіріп күшейе берудің қажеті жоқ та, біз көкбөріміз, біз Қабанбайдың ұрпағымыз, біз Қобланның, сен бабаң мықты болған шығар. Сондықтан ол біздің сапамызды біліп, соған қарап қана әрекет еткен дұрыс шығар деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Сапа, әлемдік мәдениеттегі орнымызда басқасы да өзіңіз ойып айттыңыз. Енді бұлай, байлауы бекем болған 5 ғасырдың қай бетін пайымменен парақтасақ та қазақтың жыламаған кезі жоқ. Оған тарихтың жалпы кез келген аңыз дәлел. Біздің әніміздің, күйіміздің барлығында жыларман болған. Басынан қаратау. Бірақ біз бабамызды қашанда мақтанамыз. Енді
біздің болашақ бізді қалай еске алу керек? Қалай ойлайсыз? Қалай еске алу мүмкін? Себебі Боратқа байланысты ештеңе қатырып жатқан жоқпыз. Қыздардың жалаңаштануы, немесе қазақ қыздарының Кореяға тұрмысқа шығу, тағысын тағы, немесе 2017 жылғы статистика қателеспесем 48 мың қазақстандық Ресейдің және ақш-тың азаматтығын алуға байланысты. Бұның бәрі бір қуанатын фактор емес пе? Енді бір нәрсе, жаңа Боратқа қатысты не істей аламыз дегенде, Боратқа қатысты тек жақсы нәрсе істеп, ондай халық емес екенімізді дәлелдеу керек. Мысалы, GG біздің Геннадий Головкин Боратқа қарсы жасалған жоба. Ол Боратқа қарсы емес шығар, бірақ сондай проектілермен ғана сен ондай халық емес екеніңді дәлелдеуге болады. Содан кейін қалай дегенде де мысалы, сен Борат жарайды оттай берсін, анау-мынау деп, бірақ Боратты көрген адам қазір бүкіл әлемде интернет қой, іздеп қарайды ғой, шынында Қазақстан сондай ма деп. Ішін ашып көрген кезде ондай емес екенімізді көру керек та. Жастары мәдениетті, ұйып отырған, тыныш, жұмыссыздық деңгейі төмен, жаңағы білім сапасы жоғары, спортпен айналысатын, сондай бір салауатты ел екенімізді қалыптастыру керек. Болды, оған бір жоқ, Борат деп айқайлағанда үнің шықпайды. Демек, талап әркім өзінен басталу керек. Талап әркім өзінен, және мемлекетте бір дұрыс мемлекет қалыптастыра алсақ біз, сол кезде жаңа Боратты көрген жұрт өзі-ақ іздейді интернеттен. Қазақстан деген қандай? Іздеп кеп қалған кезде Борат айтқандай болмау керек та просто. Ал енді іздеп кеп қалған кезде жаңа Құдай сақтасын Борат айтқандай былжырап отырса, онда сорағының өзі сонда болады. Жақсы. Енді үш сөзбен айтыңызшы. 22 ғасырдың аяғындағы Қазақстанның жастарының миымен кішкене ойлап көрейікші. Біз бүгінгі 21 ғасырдағы қазақтарды бізді 22 ғасыр қалай еске алу мүмкін? Үш сөзбен сипаттап беріңізші, анықтама. Тырысып көрейік, әрине. Бір нәрсені айтайын. 20 ғасырдың орта тұсында, ортасы емес 70 жылдары. Біздің ғалымдарымыз айтқан екен, айтыс өнері 21 ғасырға бармайды деп. 20 ғасырдың 60-70 жылдары айтылған, айтыс өнері 21 ғасырға бармайды деп. Ол кезде ситуация солай болды. Бірақ пенденің дегені емес, Құдайдың дегені болады деген бар да. 21 ғасырға айтыс келді ма? Келді. Әлі қазағымыздың төрінде, астанамыздың төрінде дүрілдеп алтын домбыра деп өтіп жатыр ма? Өтіп жатыр. Сондықтан кейде біз шолақ ақылмен пайымдаймыз ғой оны. Болмаса, пенде көзіне көрініп тұрған шекпен ғана қорытады. Оның ар шетін көре алмайды. Мына дуалдың ар шетінде мен не бар екенін білмеймін. Сізге қазір айтуыңыз мүмкін, маған мынаның артында не бар? Мен осы жерде елестетіп бір аудитория бар деп отырсам, мысалы, оның артында 100 залы болуы мүмкін да. Әрине. Сол секілді қазір мен осы замандағы жағдайларды қарап айтам, бірақ 22 ғасырдың соңында заман ауаны қалай өзгеріп кететінін қаяқтан білеміз. 70 жылдары КСРО құлайды деп ойлаған қазақ бар ма? Жалпы 15 одақтас елдің ішінде осы Союз деген алып кеме құлайды екен деп адам ойланбаған. Біз коммунизмнің шыңына жетеміз, бақытты боламыз деп ұрандатып жүрген ел еді ғой 70 жылдары. Мен әке-шешелерім, әкем де шешем де 50 жыл, сол кезде айтады, 70-80 жылдары біз КСРО құлайды деп, үш ұйықтасақ түсімізге кірген жоқ дейді. Үш ұйықтасақ дейді. Біз қайт тәуелсіз ел мүлде ойда болған жоқ дейді. КСРО құлады, біз тәуелсіздік алдық, астанамыз тіктік, болып жатыр ма? Болып жатыр. Сондықтан 22 ғасырда жастары қазақ бара ма жоқ па білмеймін. Жалпы адамзат бара ма екен 22 ғасырдың соңына дейін. Қиямет қайым болып кетіп, кім білді? Сондықтан егер барсақ, біз бірақ кешегі абайлар секілді, кешегі Ақтанберді, кешегі Қабанбайлар секілді шіркін-ай бабаларымыз осындай еді деген жақсатпен бара аламыз ба? Соны ойлау керек. Біз бабаларымыз айтып мақтанамыз күшті. Енді ертең не? Бабаларым жаңа голубой болған еді, лесбиянка болған еді, құлағына сырға таққан еді деп мақтанамыз бізбен. Сондықтан біз осы тұрғыдан ұрпаққа ертең бізді кім деп еске алады, соған дұрыс жағынан еске алуға дайындалуымыз керек. Жұмыс жасаған дұрыс шығар. Бабамыз батыр болып дей бергенше, баламыз батыр болсын деп тілейік онда. Осындай ақындардың бір әдемі сөзі бар. Маған қатты ұнайды осы сөз. Келесі сұрақ. Жалпы ғаламторды, қазнетті жалпы қатты шулатты осы мәселе. Қазығұрттағы өз баласын енді ұру арқылы тәрбиелегісі келгенше ер азаматтың баласын ұрып жатқан жағдайға байланысты. Баланы жалпы ұрып тәрбиелеген, жалпы қаталдықпен тәрбиелеген қаншалықты дұрыс? Ол нәрсе қаншалықты нәтиже беруі мүмкін? Балаға қаталдық керек,
бірақ жаңағы енесі тепкен құлынның еті ауырмас деп, сен ұрып атқан кезде балаң сенің махаббатыңды сезу керек. Яғни әке оны жек көріп, анау видеодағыдай ашуға мініп жынданып емес, салғынған түрде, саналы түрде істеу керек та оны. Иә, баланы бетімен жіберсең, қазір неше түрлі тренингтер жүр ғой. Баланы дұрмай тәрбиеле, әдемі сөз бер, мотивация бер, сен мықтысың деп мақтай бер. Соны айтып жүрген жігіттер, мен қатарлы жігіттер ше. Сен баланы сөйтіп тәрбиелеп, балаң мықты болып кеткеніне өзінде әлі дәлел жоқ қой. Ертең сенің айтып жатқанда мен түсінемін. Егер 60-70-тегі баласын сөйтіп тәрбиелеп, баласы содан керемет нәтиже берген кісі болса, онда әңгіме жоқ. Ал сен өзің әлі өнімің піскен жоқ қой, жемісің. Бірақ сен үйсіп пісте дейсің, әлі жемісін көрген жоқсың. Қате болса ше. Вообще құрдымға кетіретін болса ше. Сондықтан біз қалай дегенде де бабалар өнегесіне қайтуымыз керек. Біздің үйде әкенің беделі қалпына келмей, әкеден бала аяқ тартпайынша ол ештеңе болмайды. Мен білу керек. Ол жон арқасынан бір қамшы тимей білмейді. Сондықтан бірақ ол ұрған кезде әкесінің сен жақсы көріп тұрып, осы адам болсын деп ұрып атқанын түсіну керек. Ашуға мініп, баж-баж етіп шабылай бермейді. Сондықтан ол ұру керек екен, қаталдық екен деп күніге сабай беру емес. Бәлкім жылына шығар, бәлкім өмірімде бір рет ақтаяқ жейтін. Бабына қарай. Қарау керек. Білдірдім ба? Мен бүгін балаларымды өзі көп ұруға құмар емеспін, бірақ бүгін екінші жолымды сабадым. Бүгін осы, азанда. Жақсылыққа. Жақсылыққа әрине. Азанда неге сабағын оқу керек? Күнделікті сабағы. Ойынға онсыз да уақыт бөлемін. Мен балаларды бала жасында ойнау керек деген түсінік мен миымда. Баланың ойынмен өрісі дамиды. Сондықтан ойынға мен балаларыма уақыт бөлемін, онсыз да түсірейін. Азанымен кетіп қыпты сабақ оқитын кезде. Жоқ, шешесі, әжесі бәрі шулап іздеп жүр. Таппайды бір кезде келді, сосын сабадым. Жақсы. Қорыта айтқанда, баланың балалығын ұрламай, бірақ бабына қарай тәрбиелеу шарт. Қаталдық керек, бірақ ол қатыгездікке ұласпау керек. Енді осы бағыттағы екінші сұрақ бар. Қоғамда түрлі образ иелері бар. Білмеймін, әйтеуір өзінше образдарға ие. Байзақова да өзінің бір образын қалыптастырған. Сіз айтып жатқан Геннадий Головкин да бір образға ие. Мұхамеджан Тазабеков те бар. Көп жалпы адамдар көп өзінің образын қалыптастырған. Иә. Енді біз бүгінгі жастар кімдердің образын дара тұлға етіп түсінуіміз керек, және жаңағы тарихтағы кімдердің ерлігі мәңгі дәріптелу керек. Қандай ерліктер бар? Біз ешқашан ұмытуға болмайтын. Мысалы, бір батыр айтыпты дейді ғой. Қай батыр екен есімде жоқ. Ең өзіңіздің ерлігіңізді мықты қайсы санайсыз дегенде, қай жауға шапқаныңызды санайсыз дегенде, талай жаудың басын шаптық қой, бірақ қотыр болып, қышыма болып ауырған кезде, соны қасымай қол тигізбей емделіп шықтым, соны ерлікке санаймын деп. Сондықтан ол қазір қай ерлікті дәріптеу керек деген кезде, дәріптейтін әркімнің сана түсінігіне қарай, бір пайым парасатына қарай құндылық көп. Біреу айтып жүр, Айгүл Орынбек батыр деп. Молодец, тіліп айтады шындықты деп. Біреу айтатын шығар, Геннадий Головкин болмаса тағым, біреу жаңа ғорып құлатады, молодец, Қуат Найман батыр деу мүмкін. Иә, олар да батыр. Біреу айтатын шығар, осындай енді. Бірақ бәрінің үстінен керек бір құндылық бар да. Бәрінің үстінен керек бір құндылық. Ол Абай айтқандай, біріңді қазақ біріңді көрмесеңіздің бәрі осы. Ол алаңға аттандап шығу, болмаса біреудің бетін тіліп айту, болмаса мен батырмын деп аттандау, менің ойымда ол батырлық емес. Мысалы, неде Таразда бір оқиға болды, осы 2011 жылы Ғазиз Байтасов деген кісіні естіген шығарсыздар. Бір террорист қаланың ішінде жұрттың бәрін қырып, Таразда үлкен бір толқу тудырып, қауіпті жағдай орнаған кезде, жаңа Ғазиз Байтасов деген полиция былай, майор шеніндегі полицей, сол жаңағы ненің артынан түсіп террористің, былайша айтқанда өз өмірін құрбан еткен бір. Елді сақтау үшін. Керек осы көбіміздің қолымызда. Оған ешкім тапсырма берген жоқ, барып ұста деп. Минаның үстіне жатып қалған ғой бүйтіп, жұртта жарылып кетпесін деп. Сөйтіп террористті ұстап, өзі өліп кетті. Сонда қараңызшы. Ол мен батырмын деп аттандамайтын еді да. Қазір жұрт жек көріп жүрген полицейдің бірі еді. Қазір полицей десе жаңа алаңдағы халықты қинап кететін адам деп түсініп жүрген мұнда. Жұрт жек көріп жүрген полицейдің бірі еді. Бірақ сол жігіт қаланы құтқарып қалды.
білдей бір қаланы. Батырлық деген бұл іште бұғып жататын дүние да. Жарық етіп ашылу керек жерінде кәдімгі ояну керек ол. Батыста Атырауда ма, Оралда ма, Жайықта атын ұмытып қалдым, бір жігіт өткенде суға кетіп бара жатқан 3 жасар ма 5 жасар қызды құтқарып өзі өліп кетті. Оны ешкім құтқармаса да болатын еді. Зачем оған өзің өлейін деп тұрсың? Басың бәйге кетіп өліп кетті құтқарып. Батыр ма батыр? Бізде батыр дегенде билікті жамандап, мен мықтымын, давай, деп нән кет, үкімет оңбаған дейтіндер батыр деп дәріптеліп кетті да. Нағыз батырлық осылар. Осы нәрселер бізге дәріптелу керек. Керек кезінде қазақ үшін жан бере алатын жігіттер батыр болып дәріптелу керек. Жаңағы Ғазиз Байтасов бар, жаңағы суға сүңгіп кетіп баланы құтқарып қалған жігіт бар. Тағы кім? Осындай әр жерде толақ. Осындай жасырынып жатқан, бірақ нағыз батырлық осы жүректе. Бауыржан Момышұлы айтады. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Ал қазіргі батырлардың көбісі елде тәртіпсіздікке шақырып жүргендер да. Жұрттың алдында батырмын деп жүргендер. Сондықтан Бауыржаннан артық ешкім батыр емес. Бауыржан бүкіл дивизияны тік тұрғызып, бүкіл кеңестер одағын мойындатып, арғы Гитлерің бар, басқасы бар, бәрін мойындатып, Бауыржанның өзі не деп жатыр? Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Сондықтан бізге қазір бәлкім жұрт алаңға шулап шығып жатқан кезде үйінде тыныш отыру батырлық шығар. Бәлкім жұрттың бәрі өзі, қараңызшы, бір нәрселер болады. Қоғамның бәрі соған ауған кезде кейде соны істемеу дұрыс болады. Жұрттың бәрі жау келді деп үйінде жатып қаламайсың ғой. Өзі атылып шығу керек болады. Ал енді сен қазір кімнен жау іздеп жүрсің? Барып қырғыздар ұқсап өзің ақ үйіңді қиратасың ба? Жоқ, не істейсің? Клан болып жиналып алып көшеде өлесін жасайсың ба? Жақсы. Қосылайық. Демек, батырлық ол аттандап жан-аман қажет етпейді, дер кезінде біреу үшін жан беру ғой. Жақсы. Өткен жылғы Арыстың жағдайында аяқ асты болған мәселе бәріміз үстімізден жай түскендей болды. Мынау Арыс ауданның бойындағы жолдарда 5 жасар, 6 жасар балалар тұрғындарға мынандай баклажкамен су тасып жүрді. Жұрттар көшіп жатса, олардікі батырлық. Осы жерде бір нәрсені айта кетейінші. Қай ненің несі? Вот сол жігіт батыр. Атын ұмытып қалдым. Соны дәріптеп халыққа қаһарман беру керек. Жұрттың бәрі Арыстан қашқан кезде, жұрттар не только Арыс, Шымкент жарылып кетеді деп Шымкентте тұрғандар Алматыға қашты. Сол кезде газ еліне мініп алып, бомба жарылып, мина жарылып жатқан Арыстың ішіне кіріп барып, қанша баланы аман алып шықты бір жігіт газ елімен. Шардараның ба, Сарыағаштың ба жігіт? Міне сол жігіт батыр. Демек, біздің бойымызда бүгінгі жастарда батырлық қасиет бар, сақталған. Бар ол, біз бабаларымыз батыр боламыз. Демек ол қанда бар. Қанда бар. Демек ол қанда болса бір күн атылып шығады ол. Бір күн атылып шығады. Бірақ бір нәрсе бар. Құндылықтар ауысып кетіп жатыр да. Біз сондай қазір адамдар айтып жатырмын ғой. Шынымен батыр дегендер дәріптелмейді. Ал құр әшейін публикада аттандап, диванда отырып алып жаңағы комментарий жазып, диванда отырып алып біреуді жамандағандар батыр. Ал шын мәнінде батырлар, олар жұртта шаруасы жоқ оның. Ол сен жұрт не істеп жатыр? Ол өзінің керек кезде мен жұртқа не істей аламын деген дүние. Сондықтан идеология деген дүние бар. Бәлкім қазақтың бәрі батыр. Ол жау келсе бәріміз аттандап шығуымыз мүмкін. Бірақ бейбіт күндегі жағдай қиын да. Осы жерде кейде адам жаудың қайсысы объект екенін нақты ажырата алмай қалады. Шынымен дос дегенің жау болады, жау дегенің дос болады. Сондықтан осы жерде идеология жұмыс істеу керек, нағыз батырларды дәріптеу керек. Жаңағы террористтің көзін жойған Ғазиз Байтасовтарды, жас бала үшін өмірін құрбан етіп, суға секіріп кеткен жаңағы аты кім еді Оралдағы Ақжайықтағы жігіттің. Сол жігіт жаңағы Арыста қирап жатқан кезде соның ішіне кіріп барып бүкіл сәбилерді құтқарып алып шыққан жігіттер. Міне осылар батырлар. Осылар дәріптелу керек. Осылар қоғамның алдында жүру керек. Осылардың мойнына алқа тағып осыларға жағдай жасау керек. Сол кезде басқа жастар айқындайды да ненің батырлық екенін. Осындайда анау кешегі халықтың алғысы деген медальдің еріксіз беріліп жатқандығы тағы да еске түсіп кетеді аға. Не айттым деген түсініңіз ғой. Енді келесі сұраққа көшейік. Біздің жастарға жалпы бізге не жетіспейтіндігін біз түсіндік. Енді бізді не нәрсе қанаттандырады? Енді әр нәрседен қанаттануға болады. Бірақ жаңағы
тайбұлдың 40 күндік кемдігі бар дегендей, кейде осы бір бізге керек нәрселердің бір кемдігі болып қалып жатады. Менің өзімді қанаттандыратын нәрсе, бір нәрсе айтайыншы, мысалы, біз бүйтіп ойлаймыз ғой, қолымда билік жоқ, болмаса байлық жоқ, мен қайтып жұртқа көмектесем деп. Жоқ. Сен тып-тыныш жүріп, отбасыңа, әулетіңе, ошақ басыңа сыйлы, жақсы ұрпақ тәрбиелеп өсірсең, сенен пайдалы адам жоқ қоғамда. Сенен пайдалы адам жоқ. Ал сен аттандап жүрсің, отбасың, бала-шағаң ана жақта жылап жүр, қатының ажырасып кеткен, әке-шешең мына балам оңбады ғой деп жұртқа қарай алмай отырса, сен біздің қазақтың аналары кешегі Айғаным, Зере сынды аналарымыз, ауылда менің жеңгем бар. Көршім, Сәрсен деген көкеміз бар. 30 жыл бірге көрші болдық. Бибігүл деген жеңгем бар, Қарадомбылық. Сол 6 баланы тәрбиелеп қатарға қосты. Еш жақта жұмыста жасамайды, көкеміздің жаңа үй шаруасында жүр. Сол әйелді мен, сол жеңгемді 30 Айгүл Орынбекке айырбастамайды, мысалы. 30 Айгүл Орынбекті беремін десе, ана кісіні тең көрмеймін. Неге? Ол қазақ үшін керек нәрсені істеді. Бала санын көбейтті, еліне сыйлы болды, әулетіне қадірлі болды. Барсаң, бір шайыңды беріп күтіп ала алады, айналайын қайным деп. Атыңды атамай жақсы ат қоя алады, көңіліңді көтереді. Ал қазіргі қоғамдағы белсенді әйелдер жұрттың көңілін түсіруден басқа не істеп жатыр? Бай жоқ, бала жоқ. Сондықтан қазаққа ең керек нәрсе бұл отбасын құрып, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Осыдан артық қазаққа пайдалы дүние жоқ. Дәл қазіргі ситуацияда. Әртүрлі кезеңдер болады. 86 жылдары Қонаев үшін алаңға шығу керек еді. Біз патша кетсін деп алаңға шыққан ел емеспіз. Біз патшамыз орнында қалсын деп көтерілген халықпыз. Біз Қонаев кетсін деп шыққан жоқпыз. Біз Қонаев қалсын деп шыққанбыз. Сондықтан алаңға шығудың, революция жасаудың да бір ара жігін ажыратып алу керек. Патшам кетсін деп шыққан ағайындарды көріп отырмыз айналамызда. Ешкімді саусақ шошайтпайды. Сондықтан қазақ ол хан мен биді құрметтеген, елге сыйлы өнегелі ақсақалдарды тыңдаған, және қызға қырық үйден тыйым деген халық. Біз осы бір бабалар өнегесінен ауытқымасақ, иншалла дұрыс ел болып кетеміз. Бізге тағы 30-40 жыл тыныштық болса, сіз бен біз сияқты жігіттер топтың алдына өзі шығар. Иншалла. Бәлкім бізден мықтылар шығар. Ешкімнің жігіттің өзімен таласса да бағымен таласпа дейді. Біреу озып шықты ма, аяғынан тартпау керек оны. Бізде керісінше біреу бірдеңе істеді ма, шулап келіп соның аяғынан тартады. Біреу бірдеңе істейін деп жатса, шулап келіп соның аяғынан тартады. Бұмен ел болмаймыз. Жаңағы болар кезде болып өт, боз жорғадай желіп өт, боларыңды білмесе, болмасыңды сезгесін, болар ердің қосын жүк дейді. Топтан озып шыққан ұл туды ма, оның қаумалап жүріп төбеге көтеру керек. Шынымен бір мықтыны көрдің ба? Бәлкім ол сенің інің шығар, бәлкім досың шығар, бәлкім сенің курстасың шығар. Сен оны қызғанба. Сен оны алға шығар. Бір адам таққа мінсе, 40 адам атқа мінеді дейді. Бір жігіт алға қосса, ол шапағат жан-жағына түседі, айналасына дейді. Сондықтан жаңағы болар ердің қосын жегіп, болатын жігіттерге мүмкіндік берсек, ол үшін не керек? Ол үшін тағы да тыныштық керек. Тыныштық болса, жігіттер сапамыз өседі, қазақ күшейеді, санымыз күшейеді, сан күшейген соң сапа өседі. Қытай неғып мықты? Сапасыз Қытай. Бірақ өте көп болған соң бәрі мықты. А біз негізінде сапалы ұлтпыз. Біз сәл көп болсақ мықты болып кетеміз. Біз 50 миллион болсақ, ешкімге бой бермейміз. Сол үшін алпауыттар біздің көбейгенімізді қаламайды. Сол үшін қазаққа қазір аттандамай-ақ, басқа да қылмай-ақ, тып-тыныш 20-25-ке келдің ба, жігіттер қатынын алып, қыздар оқу бітірді ма, тұрмысына шығып, бір үйдің түтінін түтетіп, 4-5 баланы дүниеге әкеп, әдеп әулет болып отырса, соның өзі бізге былай жеткілікті. Жақсы, демек бір сөзбен айтқанда, біздің тарихымызда Назарбаев айтқан, қателеспесем, елбасы айтқан, тарихымызда ұялатын нәрсе жоқ. Сол нәрсені бүгінгі санамызға сіңіре алсақ жеткілікті. Біз осымен тақырыпты қорытындылаймыз, достар. Енді бір қазір қызық дүние болады. Бірінші, жалпы Силк университетінде үздіктер өте көп. Шүкір, енді әркім өзінің үздігімен мақтанады ғой. Қазір 2019 жылы қалалық үздік жастар премиясының сурет салу бойынша бағытының жеңімпазы университетіміздің белсенді студенті, университет президентінің 100% жеңілдігінің иегері, грантта оқиды бала Наурызбай есімді жігіт бізге бізде жалпы 2 минут қана уақыт бар. 2 минуттың ішінде биыл Абай атамыздың 175 жылдығы Хәкім Абайдың суретін салуға тырысып көреді.
Наурызбай, жаңа келе ғой. Наурызбай көрсет шыны, барлығын мен де күдікпен қараймын. 2 минутта абайдың сөзін қалай салады деп ойлауымыз мүмкін. Болды? Ал бісмілда. Ал көрейік. Мындай түртесің ғой, үлгере алмай жатсың. Көбірек әңгіме айтамыз. Жақсы. Эфирге көрініп тұр ма? Көрсетіп қойыңыздар арасында. Жақсы. Енді Наурызбай бастай бер. Енді біздегі жағдай былай аға. Мен сізге сұрақ қоямын. Бұл айдар философия айдар деп аталады. Бұл айдарда мүмкіндігінше айтады ғой, шешеннің міндеті қажет нәрсені айтумен қатар, қажет емес нәрсені айтпау деп. Сіздің негізгі қойылатын талап сізге 30 секунд ішінде ойланып қосымша жауап беруіңіз керек. Сіздің алдыңызда әжептәуір енді қонақтар болды, Шымкент қаласы әкімінің кеңесшілері болды, аудан әкімі болды. Негіз осы айдарға келгенде кішкене тосылып қалып барды. Біз де тосылатын шығармыз. Сіздерді тоса алсақ, ол біз үшін бақыт қой. Жақсы, бастап көреміз ба? Қазір әділдік болсын, уақытты қоса қойып. Ал, бісміллә. Кеттік. Қазіргі батырлар кімдер? Жауап беруге сұразым. Қазіргі батырлар жаңа айтып өттім, кімдер екенін. Нағыз керек кезінде батырлық жасай алған жігіттер. Ғазиз Байтасов, жаңағы қиындықта өз үшін жанын берген жігіттер. Отбасының негізгі 3 құндылығын атап беріңізші. Отбасының негізгі 3 құндылығы: біріншісі тұрақтылық, екіншісі бала, үшінші үлкенді құрметтеу деп ойлаймын өзім. Ата-әжені құрметтеу. Жақсы. Қазақстан Республикасының жер көлемі қанша? Жер көлемі 15.000 бірдеңе шаршы метр. Жақсы. Санға келгенде қателесеміз барлығымыз. Бірақ ол бәрі біздің жеріміз дейсіз ғой. Ойдың мекені бар ма? Ойдың мекені ақыл. Ұстазыңыз кім? Ұстанымыңыз қандай? Ұстазым көп өмірде. Алғашқы ұстазым Сұлухан Қоңыратбаева, мектепте сынып жетекшім Озатбек Айгөбек, айтыстағы ұстазым Айдар Амантаев. Ол жалпы өмірдегі қазаққа керекті адам бәрі ұстаз санаймын. Жақсы. Қазақстаннан басқа қай мемлекетте өмір сүргіңіз келеді? Енді Қазақстаннан басқа қазаққа қолайлы мемлекет жоқ. Тіпті Мекке мен Мединенің өзі қазақ үшін қолайлы емес. Жақсы. Неге ыстық су адамның денесін күйдіреді? Адам өзі ыстық, сондықтан екі ыстық қосылған соң күйдіретін шығар. Қандай адамнан қорқу керек? Құдайдан қорықпағаннан қорқу керек. Танысыңыз көп па, табысыңыз көп па? Табысым аздау, танысым көп. Су неше градуста қайнайды? Су 80 градуста шығар. 100 градуста. Бүгінгі кезек күттірмейтін ең маңызды мәселе қайсы? Бүгінгі кезек күттірмейтін ең маңызды мәселе отбасын құрып қазақтың санын көбейту. Қанша нота бар? 7 нота. Баланы ұрып тәрбиелегеннің нәтижесі неге алып келеді? Баланы қатыгездікпен ұрып тәрбиелесең, ол жасықтыққа алып келеді. Байтұрсынов айтқан, баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болады. Театр гардероптан басталады. Шымкент неден басталады? Шымкент, Шымкент менің ойымда асханадан басталатын шығар. Шымкенттің тағамдарын қайда барсаң да мақтайды. Әрине. Біржан Байтуов пен Абай Құнанбаевтың арасында қандай сәйкестік бар? Біржан Байтуов, Абай Құнанбаев оқыған намазды оқып жүр, сол шығар сәйкестік. Қараңыз қызық, сізді масондық ұйымдағы адамдардың тізімінен көрдік біз. Онда неге жүрсіз? Білмейді екен. Еркек асханаға қожайын болса, әйелдің орны қайда? Еркек асханаға қожайын болса, әйел көмекшісі болу керек шығар. Асханадағы еркектің. Машалла. Сіз алтын балық ұстап алыңыз. 3 тілек айтыңызшы. 3 тілек па? Еліміз тұтас тыныш болсын, бірінші. Екінші, анамды разы қылып кетсем деймін. Анам риза болып, балам саған разымын деп өтсе өмірден сол. Үшінші, отбасымда жақсы әке өнегелі жар болсам. Домбыра немесе отбасы? Не ол? Қайсын таңдар едіңіз? Енді ол бұл логикалық дұрыс сұрақ деп есептемеймін. Отбасыдан артық құндылық жоқ, бірақ домбыра ол біздің дәстүріміз. Екеуін де қимайсыз ғой. Жақсы. Егер күлкі байлық болып есептелсе, ең бай адам деп кімді атаушы едіңіз?
күлкі байлық болып есептелсе дейсіз ба? Жүсіп Ақшоған десең әзір ғой енді. Көп білетін не бар өзі? Мен бір қатты әзілге, күлкіге жоқ адаммын. Ондықтан маған сәл қиындау болып тұр. Жақсы, неге өкінесіз? Не нәрсеге өкінесіз? Уақытты бос өткізгенімізге. Қолыңызда мәңгі өмір сүрудің билеті болса, кімге берер едіңіз? Ол билет жоқ, сондықтан ешкімге бермейтін едім. Жақсы. Шымкенттің интеллектуалды жастары деп кімдерді атар едіңіз? Интеллектуал жастар дегеніміз осы сізбен біз бәріміз интеллектуал жастарға кіреміз. Жақсы. Келесі жолы орныңызда кімді көргіңіз келеді? Ерлан Айтбаев шақырыңыз да. Жақсы. Сұрақтың ережесі бойынша сіз Ерлан Айтбаевты келесі жобаға алып келетін боласыз. Сондай ма? Болды, айтайын. Жақсы. Ең соңғы сұрақ. Бүгінгі жобаны 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Бүгінгі жоба маңызды, қызықты, керекті. Жақсы. Рахмет. Бізде тура 5 минут уақыт болды. Тәуекелге салайық. Наурыз, біз сіздің суретіңізді көрген. Мен асықпай, Наурыз тезіне ақсын деп. Жаман сол. Көп сөйлеп арасында. Тамаша. Менен Наурыз жақсы салған екен. Наурыз, мен суретпен сөзбен сурет сала алмадым. Наурыз қылғаламмен жақсы салды. Молодец. Наурыз, дәмді қой, қаратып қоя сал. Тамаша. Рахмет, атыңа затың сай жігіт екенсің. Бір жайғасуға болады. Енді аға, сұрақтар рет аяқталды. Сізді артық қинамаймыз. Сізге кішігірім, Силко университетінің кішігірім өзін сыйлауға, тапсыруға рұқсат етіңіз. Бұл Силко университетінің басшылығы атынан. Рахмет. Жақсы. Жақсы дүниелерді алып қойыңыз. Тамаша. Алла разы болсын. Беріңіз, мұнда қоя тұрайық. Енді бүгінгі жобаны өзіңіз қорытындылап жіберсеңіз аға. Енді жақсы сұрақтар қойылды деп ойлаймын. Жастар үшін керекті. Аудиториясын кеңейту керек шығар. Бәлкім бұдан да үлкен парақшаларда, енді онлайн ғой қазір. Жастар жинай алмаймыз. Мен бірнеше кездесулер өткізіп жүрмін. Офлайнда үйреніп қалғанбыз ғой, жаңағы алдымызда адамдар отырып, солардың эмоциясына қарап сөйлегенде. Бұның да өз қиындықтары бар. Өйткені бәрі публикада, эмоцияда ойнағың келеді. Бірақ аудиториясын кеңейту керек сіздерге. Бір-екі парақша емес, бәлкім біздің Шымкентімізде оқырман саны деп парақшалармен келісе жүргізілуі керек. Жақсы жоба маған ұнады. Сондықтан барынша аудиториясын кеңейтіңіздер. Сосын мүмкін болса, бәлкім тек Шымкентте жүрген жастар ғана емес, қаламызға кеп қалады ғой. Осы айтары бар деген жастар республикамыздан. Соларды аңдып жүріп, қағып әкеліп осы жерге отырғызып, біраз қинау керек сияқты. Жақсы, сізге олай болса үлкен рахмет айтамыз. Шымкент қаласының жастар ресурстық орталығының атынан, Шымкент жастарының атынан Алла қаласа үлкен сәттілік тілеймін. Сіздерге де рахмет. Жақсы.